Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Балқаймақ арнасы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін біз ұлттық тары мен ірімшік қосылған чизкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін ұн, шекер және разрыхитель құрғақ ингредиенттерімізді салып, үстіне жұмыртқа мен ерітілген сары майды құйып, әдемі тесто дайындаймыз. Тестомызды холодильникке салқындатуға жібереміз. Оған дейін тарымызды ыстық қайнап тұрған сүтке бұқтырып аламыз. Енді қаймағымызды, сгущенка және сахарный пудрамызды салып, жұмыртқамызды салып және 2 ас қасық крахмалымызды салып, миксерлеп аламыз. Миксерлеп алып, дайын болған қамырымызды холодильниктен шығарып, табамызға әдемілеп орналастырып, үстіне тары араласқан начинкамызды құятын боламыз. Енді начинканың құйып болғаннан кейін бетіне ірімшігімізді турап салып, осындай әдемі чизкейгімізді духовкаға пісіруге жібереміз. Піскеннен кейін духовкамыздан табамызды шығарып, әбден суылғанша табадан алмаймыз. Өйткені ол өзінің формасын сақтап қатып тұруы керек. Менің видеом ұнаса, тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздің чизкейгіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.